2025 жылдың 31 мамыры Мюнхен алыптар шайқасының уақыты келді. Бір жақта Париж арманы, әлі де алғашқы чемпиондар лигасын күтіп жүрген ПСЖ. Екінші жақта Миланның мақтанышы, тарихта 3 рет Европа шыңына шыққан Интер. Бұл финал жай ғана трофей үшін талас емес. Бұл өткеннің аңызы мен бүгіннің амбициясы арасындағы соғыс. Спорт Пульс Лайф арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Чемпиондар Лигасының 2025 жылғы финалына үңілеміз. Достар, видео пари матчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Финал Германияның жүрегінде Арена Мюнхенде өтеді. 2012 жылғы драмадан кейін бұл стадион тағы да футбол тағдырын шешеді. Сол кезде Бавария өз алаңындағы басымдықты пайдалана алмай пенальти сериясында Челсиге есе жіберген еді. Арена Мюнхеннің құрылысы 3 жылға жуық уақытқа созылып 2005 жылғы 30 сәуірде аяқталды. Ол Вернер Гейзенберг аллеясында орналасқан. Бұл аренада Евро 2020 топтық кезеңінің 4 матчы өткен. Евро 2024 турнирінде қабылдағандықтан ол қатарынан 2 Европа чемпионаты өткен алғашқы стадион атанды. Ресми сыйымдылығы 66.000 көрермен. Алдағы Чемпиондар Лигасының ақтық сынына төрелік ететін румындық Иштван Ковач. Ал жеңімпаз не атады? Салмағы 7,5 келі, биіктігі 73,5 см Чемпиондар Лигасының кубогын. Сондай-ақ жеңіске жеткен команда егер ұлттық чемпионат арқылы кәрі құрлықтың басты додасына жолдама ала алмаса, келесі маусымдағы Чемпиондар Лигасының жалпы кезеңіне қатысу құқығын иеленеді. Сонымен қатар УЕФА суперкубогында Европа Лигасының жеңімпазымен күш сынасады. Осыдан 4 жыл бұрын ПСЖ жартылай финалда Манчестер Ситиге жеңіліп жылаған болатын. Содан бері олар жыл сайын жаңа жоба бастап жаңа жұлдыз іздейді. Бірақ биыл бәрі басқаша. ПСЖ плей-офф кезеңінде Ливерпульді пенальтиде жеңді. Астон Вилламен голға толы матчтар өткізіп, Арсеналды сабырмен тоқтатты. Сарапшылар неге париждіктер мықты дейді? Өйткені Луис Энрике жүйесі жұмыс істеп тұр. Қорғанысы сенімді, онда Хакими жүр. Маркиньос пен Пачо тандемі де бар. Қақпаны бірнеше ойында матчтың қаһарманы болған Донарума күзетеді. Жартылай қорғаныста Витинья, Кварацхелия және Дуэ бар. Ал шабуылда Дембеле мен Рамуш өнер көрсетуде. Бұл команда бұрынғыдан да қауіпті дейді футбол білгірлері. Олардың айтуынша париждіктердің негізгі ойыншысы Витинья. Ол болмаса ПСЖ-ның деңгейі қазіргідей болмас еді. Өте мықты және креативті жартылай қорғаушы, шешуші сәттерде маңызды голдар соғып жүр. Өткен маусымда Барселонаға қарсы өткен ширек финал текетіресі соның дәлелі. Витинья 2 матчта да көзге түсті, ал ПСЖ жалпы есепті 6-4-ге жеткізіп жеңіс тойын тойлады. Португалдық Чемпиондар Лигасының өткен маусымының командасына енді және Мюнхендік финалда негізгі рөл атқаратынына күмән жоқ. Интерде аты аңызға айналған өткен шақ бар. Эленьо Эррера, Жозе Мауриньо. Бірақ бүгінде жаңа дәуір басталды. Симоне Инзаги нағыз стратег. Құрам мінсіз тепе-теңдік. Қақпада Ян Зомер, қорғаныс Бастони, Ачерби, Ди Марко мен Думфрис. Орталық алаңда Чалханоглу, Барелла, Мхитарян. Ал шабуылда ең қауіпті дуэт Тюрам мен Лаутара. Интер жалпы кезеңде бір ғана гол жіберді. Плей-оффта Фейнордты тізе бүктірді. Бавария үйіне қайтты. Барселона мен 7-6 есебі тіркеліп, нағыз триллердің куәсі болды. Интердің негізгі ойыншысы Лаутаро Мартинес. Аргентиналық шабуылшы 2023-2024 маусымда 33 ойында 24 гол соғып, алғаш рет А сериясының үздік сұрмергені атанды. Бұл қарсылас қақпаға 20-дан аса доп тоғытқан аяқ допшы үшін қатарынан өткен 3-ші маусым еді. Лаутаро өзінің еңбекқорлығымен танымал, допты Сизевле және Нерадзуридің капитан ретінде шешуші сәттерде соңғы шешім қабылдай алады. Лаутароның ойыны тек гол емес, бұл капитанның мінезі. Алда кек алуға мүмкіндік беретін финал. 2023 жылы Интер ақтық ойында Манчестер Ситиге есе жіберді. Енді Нерадзури трофей үшін қайта келді. Егер әр матчтың артында не тұрғанын түсінгің келсе, Спортпульс сайтына кір. Бұл инсайдерлік ақпараттар ең шулы жанжалдардың көзі. Басқалар енді оянып жатқанда сен қазірдің өзінде Лаутароның, Витиньяның немесе басқа да спортшылардың не істеп жүргенін білесің. Сондай ойындардың лайв нәтижелерінде осы жерде бақылай беруге болады. Алда бәсекелердің күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көр.
Финалда екі бапкердің тактикалық соғысы басталады. Инзагидің 3-5-2 жүйесі қарсылас қақпаға жиі қауіп төндіру, жауапқа төтеп беру, қарсы шабуыл. Луис Энрикеде допты бақылау, жылдам шабуыл. Қай команда бірінші сескенеді, сол ұтылады. Қай команда батыл болады, сол тарихқа енеді. Луис Энрике Барселона және Реалдың бұрынғы ойыншысы, Барсаның бас бапкері болған 3 жыл ішінде 9 трофейге қол жеткізген. Оның ішінде 2 жеңіс Испания чемпионатында және Чемпиондар лигасының 2014-2015 маусымында. Энрике Испания құрамасын Евро 2020 жарысының жартылай финалына және 2021 жылғы Ұлттар лигасының ақтық сынына шығарды. Ал 2023 жылы Кристоф Гальтиені алмастырып, PSG-ның тізгінін қолына ұстады. Оның командасы ағымдағы маусымда чемпиондық атағын қорғай білді және өз тарихында беделді Еврокубокты алғаш рет жеңіп алу мүмкіндігіне ие. Симоне Инзаги А сериясының жеңімпазы және Италия кубогын 3 мәрте иеленген. Лацио сапында бас бапкер ретінде де ұлттық кубокқа қол жеткізген. 2021 жылы жаз мезгілінде Интерде Антонио Контені алмастырған ол алғашқы маусымда Италия кубогы мен Супер кубогын жеңіп алды. Интерге 2 трофейді қорғауға көмектесіп 2023 жылғы Чемпиондар лигасының финалына шығарды. Ал өткен маусымда осы жетістіктеріне А сериясының чемпионы титулын қосты. Интер Чемпиондар лигасын 3 рет бағындырған команда. Соңғы рет бұл тұғырға 2010 жылы Жозе Мауриньо мен бірге көтерілді. PSG финалда 2-ші рет өнер көрсетеді. 2020 жылы париждіктер Баварияға 0-1 есебімен есе жіберді. Бұл финал Франция мен Италияның футбол мектебінің майданы. Ал Мюнхен тағы да шешуші орын болмақ. PSG осы маусымда өзіне сенімді. Интер жүйесімен бәрін шайқап келеді. Бұл матч голдар, жүйке және жүрек шайқасы болады. Инзаги бір жүйені қолданып жүргеніне бірнеше жыл болды және бастапқы құрамдағы кез келген өзгеріске қарамастан жоғарғы деңгейдегі ойын көрсетуге қауқарлы. Оның үстіне Тюрам, Лаутаро дуэті шабуылдың жүрегіне айналған. Ал PSG қазір керемет формада. Команда мерзімінен бұрын Франция чемпионы атанды және Зальцбургты тізе бүктіргеннен кейін Чемпиондар лигасының 6-шы турынан бері өте сенімді көрінеді. Ливерпульге қарсы 1/8 финалдың матчында барлығы болды, бірақ париждіктер жеңіске лайық болмады деп ешкім айта алмайды. Энрике шәкірттері Энфилдтен Чемпиондар лигасын бағындыру үшін қажетті құпия күшті тапқандай қайтты. Одан кейінгі текетірестерде Вилла мен Арсеналдан басым түсу PSG-ның өз күшіне деген сенімділігін арттыра түсті. Сонымен кім жеңеді? Бұл сұрақтың жауабы Мюнхенде белгілі болмақ. PSG ме әлде Интер ме? Пікір жаз. Спортпульс лайфпен бірге бол. Футбол туралы қызықты видеоларды жіберіп алма.